Қайырлы күн. Күркума қосылған күріш. Тауықтың жамбас еті мен сүйегін ажыратып, етін майдалап тураймыз. Табаға сұйық майды құйып, қыздырып, тауықтың етін салып, араластырып қуырамыз. Оливковый маймен де қуырсаңыз болады. Сельдерейдің сабағын турап, тауықтың етіне қосып, тұз, күркума қосамыз, араластырып. Қалауыңыз бойынша чеснок қосыңыз майдалап турап. Күрішті су ағарғанша тазалап жуып, қосып. Күріштің бетін тегістеп, су құямыз. Табаның крышкасын жауып, орташа отта бұқтырып пісіреміз. Жартылай піскен күрішті етпен бірге араластырып, бетін тегістеп, жай отта пісіріп аламыз. Күркума қосылған күріш өте дәмді болады, және де күркума қанды сұйылтатын болғандықтан тағамға жиі қолданамын. Қанда тромб болмас үшін күркума мен чеснокты тағамға пайдалануға кеңес беремін. Жасап көріңіз, ас болсын.